529 есеп. Екі амалдан тұратын бөлшектерді бөлуге 6-шы есебін шығарамыз. 1,35-тен 9 бөлінген жақшаның ішінде 1,5-тен 1 мен 3-тен 2-ның қосындысы. Балалар, бұл жерде сендер бірінші ақшамдағы алдым, анын сосын мен қостым деген болмайды. Бәрі осылай жазыла береді, қалай тұр. Мынау амал қазір орындалмайды, пока бірінші амал мынау орындалады, одан кейін мынау амал орындалады. Екінші ол. Біз осылай қалай тұр, солай жазуымыз керек қазір. Мынау ең бірінші жазылады. Хотя мен оны ештеңе істеп жатқан жоқпын. Могу оны бұрыс бөлшекке айналдырып кете аламын. Өйткені ол бөлінейін деп тұрған сан. Түсініп тұрсыңдар ма? Ол қазір бөлек, ал бүтін бөлшектерді мен бөлемеймін. Мына бүтін бөлігі бөлген кезде қолданылмай қалады. Сол себептен мен оны бұрыс бөлшекке айналдырып кетемін. 35-те неше болады мынау? 44 болады. Енді мына жерге жазам, бөлем. Мына екеуін ортақ бөлімін келтіріп, мына жерге бұрыс бөлшекке айналдырмаймын, мынаны қосып аттым мен. 15. Қосып атқан кезде бүтіні жүре береді. 15 болады. Толықтау үшін мына жерге 3-тен, мына жаға 5-тен берем. 1,15-тен неше болады? Мынау 3, 3-ке 10 қосам. 13 болады. 13. Тең. Мен мынамен ешқандай амал қолданған жоқпын, бірақ жазып тұрмын. Түсінесіңдер ме? Мынаны шығарып кетіп, сосын барып шығарам деген болмайды. Так. 35-тен 44. Енді бөлуді көбейтуге айналдыра берейін бе? Тағы бір бөлу деп жаза кетейін. Бөлем, әлі ананы бұрыс бөлшекке айналдырып өттім. Бір бүтінді үстіне жібердім. Неше болады? Мынау үстіне барады. 23. Ой, 28. 15. Бірді көбейтем 15-ке, қосам 13-ті. Осылай емес пе? Иә? Астымен көбейет қосылады. Тең 35-тен 44. Бөлу көбейтуге айналады. 15 алымына шығады, ауысады ғой. Бөлу ғой өйткені. Көбейтуге айналғанда екеуі ауысады, алым мен бөлімі. 15 үстіне келеді, астында неше болыпты? 28. Ал енді айтыңдар, 35 пен 15-дің ішінде ортақ бөлгіш неше? Қайсан? 5. 5. Мынаудан 5-ке бөлем. 15-ті 5-ке бөлем. 3. 35-ті 5-ке бөлем. 7. 44 пен 28-дің ортақ бөлгіші неше? 4. Үлкенін аламыз, иә? 8 болмайды. 8 болмайды, 4. Мынау неше болады 4-ке бөлсем? 11. 11, 4-ке бөлсем? 7. Тең. 7 жерге жетім. 49. 49. Қоспаймыз, ділда қоспаймыз. Көбейту амалы тұр. 11-ді 3-ке көбейтеміз? 33. Қысқармайды енді. Мынау 3 пен 11-дің көбейтіндісі, мынау 7 мен 7-ның көбейтіндісі. Ортақ көбейткіш жоқ. Алымы кішкентай, яғни жай бөлшек. Дұрыс бөлшек, бұрыс емес. Сондықтан осылай қалдырамыз.